Менің қалам бақыттың мекені, аспанымызға нұр қонып кетеді. Асқарымызға гүл қонып кетеді. Шаттығы шалқыған Ақтөбем алтыным. Өткен ғасырдың ортасында кеңес кеңістігінде өткен ірі тарихи оқиғалардың бірі тың және тыңайған жерлерді игеру. Советтер одағы үкіметі мен партиясының шешіміне сәйкес 1954 жылдың көктемінде Қазақ СССРінде ауыл шаруашылығын кең көлемде дамытуға арналған шаралар алынып, түрлі өзгерістер бола бастады. Негізгі мақсат тың және тыңайған жерлерді игеріп, дәнді дақылдар өндірісін кеңейту, оны ауыл шаруашылық айналымына енгізу болатын. Тың елге мол астық беріп қана қойған жоқ. Республикамызда өнеркәсіп өндірістерінің, машина жасау ісінің, құрылыс саласының өркендеуіне, экономиканың дамуына игі әсер етті. Сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт сияқты әлеуметтік саланың дамуына жағдай туғызды. Мұның бәрі тыңның себебімен басы біріккен әр түрлі ұлт өкілдерінің жұмыла атқарған ерен еңбегінің жемісі еді. Тың жерлерді игеру кезіндегі жер өңдеу тәжірибесінен қазіргі қазақстандық фермерлердің де көп сабақ алуына болады. Жер өңдеуде топырақты қорғау жүйесі мен ауыспалы егісті, тұқымдарды сортына қарай аудандастыруды енгізді. Тұқымдардың сапасы өте жоғары болды. Соған сәйкес жұмысқа деген талапта қатаң еді. Егер үздік агротехниканы енгізбегенде, парлардың шыдас беруі, арам шөптермен күресу, тұқым шаруашылығымен айналысу мүмкін емес еді. Жер өңдеудің алдыңғы қатарлы технологиясын енгізбегенде, ештеңеге қол жеткізе алмаған болар еді. Тың ғылымға сүйене отырып, табиғатқа залал келтірмей, оны дұрыс пайдалана білу арқылы жетістікке жетудің жарқын мысалы болды. Мұның бәрі ақыры оң нәтиже берді. Ауылдардың инфрақұрылымы 4 есеге артты. Поселкелер бірінен соң бірі бой көтере бастады. Тыңға келгендер осында тұрақтап қалуды ойлады. Балаларының болашағының Қазақстанмен байланысты болатынына сенді. Олар біздің жерімізде өмірдегі өз орындарын, өз бақыттарын тапты. В 1950 году приехала в Актюбинск по направлению Министерства сельского хозяйства. 1950 жылы ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен Ақтөбеге келдім. Новороссей ауданындағы Коминтерн колхозында агроном болдым. Ол кезде жоғары білімді мамандар жоқтың қасы. Егіс науқаны уағында облыстық партия комитетінің хатшысы Тәшенов келіп, колхоз басқармасында жиын өткізіп, әңгіме дүкен құрған. Ол кезде мен жоқ едім. Мен егістіктен атпен келдім. Оны Күнбай Тоқмырза растайды. Өйткені ол Тәшеновтің көмекшісі болатын. Тәшенов менің қайда не істеп, не қойып жүргенімді сұрап білді де, сосын облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына жұмысқа ауыстырды. 1955 жылдың наурызында темір жолшылар клубында облыстық ауыл шаруашылығы активін жинады. Оған Қазақстан Компартиясының ауыл шаруашылық жөніндегі екінші хатшысы Брежнев қатысты. Сөйтсек, облыс басшылары бізде тың жер жоқ деген көрінеді. 30 миллион гектар жер бар облыста, тың жер жоғы қалай дейді. Ғылым академиясының ауыл шаруашылығы институтынан, барлық жерге орналастыру мекемелерінен мамандарды, топырақ зерттеушілерді бәрін шақырды. Олар 19 миллион гектар жерді тексеріп, шамамен миллион әлде 800 мың гектар жерді дәнді дақылдар егуге жарамды деп тапты. Сол бір жиыннан соң тың игеру басталып кетті. Алғашқы тың игерушілер сырттан келгендер емес. Жерге актісі бар ақтөбеліктер болды. 200 комсомол жолдамамен облыс шаруашылықтарына жіберілді. Әрине, олар Ырғыз бен Қарабұтақ даласындағы игерілмеген тың жерлерге барған жоқ. Лавров туралы айтайын. Ол сәл ертерек 1947 жылы келді. Мәртөк ауданында агроном.
аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы, Қазақстан орталық комитетінің мүшелігіне кандидат болды. Оған Дзержинский атындағы совхозды құруды тапсырды. Олар егіннен мол өнім алды. 1956 жылдың қорытындысы бойынша көптеген қызметкерлер марапатталды. Солардың ішінде Лавров та бар еді. Лавров Ленин орденіне ие болды. Много работников, а Лавров орден Ленина. Ресей, Украина, Белоруссия, Молдавиядан мыңдаған еріктілер Ақтөбе облысындағы тың жерлерді игеруге келді. Оларды ешкім қыстаған жоқ. Партияның, комсомолдың шақыруымен келді. Комсомол тамаша буынды тәрбиелеп шығарды. 7000-нан астам тыңгерлер, оның ішінде 3000 комсомол бар, өз атамекенін артта қалдырып, сол кездегі отанымыз Совет одағының түкпір-түкпірінен ағылды. Большую задачу возложили на комсомольской организации. По существу весь обком комсомола мы находились там. Жұмыстың көбі комсомол ұйымдарына жүктелді. Облыстық комсомол комитеті барлық қызметкерлерімен бірге егіс басында жүрді. Комсомолдардың тың игеруге зор үлес қосқан мақтан етемін. Ауданның комсомол атануы да содан. Әсіресе аудандық партия комитеттерінің хатшылары туралы атап айтқым келеді. Қарабұтақ ауданында бірінші хатшы болған Амиров Жағыпар, Ырғыздағы Құсайынов Сәндіғали бұрын соңды егін шаруашылығымен айналыспаса да, Ақтөбе облысында тыңды игеруге көп еңбек сіңірді. Түнге қарай сағат 11-лерде комсомол туралы әндерді шырқайды. Менен отбасың бар ма деп сұрайды. Я деймін. Сіз үйіңізге қайтасыз. Біз де осында қуана-қуана қалар едік. Бірақ қазақтың қыздары үйлерінен шықпайды. Сіз осы мәселені қалай шешер едіңіз дейді. Мен аупартком хатшысы Әміровпен ақылдастым. Облыстық партия комитетіне Олешкоға хабарластым. Ол Иванов облысының партия комитетіне хабарлас. Онда қыздар көп. Ярославль, Тамбов облыстарына хабарлас. Олар саған көмектесуге әрқашан әзір дедім. Мен хабарластым. Содан соң тың игеруге қыздар келді. Солардың көбі бір-бірімен үйленіп, отбасын құрды. Балалы шағалы болды. Осында қалып қойды. Қазір де көбін көріп жүрмін. Ол кезде совхоздың хатшыларының күн демей, түн демей жұмыс істеген айта кету керек. Тыңға келген комсомолдар қазақстандықтар болды. Азат Шаяхметович Бектұрғанов туралы айтсам, ол көре қалса, қалғалай көмек керек пе? Шешілмей жатқан қандай мәселелер бар деп жиі сұрайтын. Сол кісінің арқасында үй салу, астық тасу, басқа да мәселелер шұғыл шешімін тауып жататын. Дәнді дақылдар шаруашылығымен қатар мал шаруашылығы да дамыды. Негізінен ет пен сүт өндіруге мән берілді. Наряду с зерновым хозяйством там стал развиваться и животноводство. Мясомолочного в основном направлении. В 1957 году, когда мы окончили 10 класс, Біз мектеп бітірген 1957 жылы Ырғыз аудандық комсомол комитеті алғаш рет комсомол жастар шопандар бригадасын ұйымдастырды. Бізді біреуден, екеуден қойшылардың қарамағына жіберді. Сөйтіп, шопандар өміріне араласып кеттік. Мен шопандар бригадасында қойшының көмекшісі болып қалдым. Бір жыл еңбек еттім. 1957 жылы бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастар одағының 13-ші съезіне делегат болып сайландым. Ақтөбе облысынан 2 делегат барды. Облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы Байков Николай Иванович және Ырғыздан Шопан мен. 1958 жылы Ырғыздан Ақтөбеге арнайы самолетпен ұшып келдім. Маған Ақтөбе үлкен шаһар болып көрінді. Сол кездегі Ақтөбе таза, әдемі қала ретінде есімде қалды. Талай адамдар үлкен жетістіктерге жетті. Мысалы, сол съезге делегат болған сауыншы Зілиха Тамшыбаева кейін өзі жұмыс істеген совхоздың директорлығына дейін өсті.
социалистік еңбек ері атанды, атақты адам болды. Сол кездегі жағдай өте ауыр еді. Талай адам шыдай алмады, үйлеріне қайтып кетті. Біз әкесіз өстік. Әкеміз Ұлы Отан соғысында опат болды. Біздің барар жеріміз болмады. Шопандар бригадасында қалғаным да сондықтан. 1954 жыл. Ақтөбеде тың игеру ісі басталды. Алғашқы тың игерушілер топ-топқа бөлінді. Біреулері уақытша баспаналар тұрғызды. Екіншілері жер жыртып дән септі. Тәулігіне 20 сағаттан жұмыс істеді. Тың игеруге келгендер 30 градус аязда, жаппаларда, жер көпелерде тұрды. Киімдері қабырғаға жабысып, қол жуғыштағы су мұз боп қатып қалатын. Оларда түк жағдай жоқ еді. Бұған бәрі бірдей шыдас бере алмады. Көбі қолын бір сілтеп, кері қайтып кеті жатты. Олардың орнын басқалар басты. Орыстар, қазақтар, украиндар, белорустар, молдавандар, немістер, татарлар, чуваштар, поляктар далада егін егіп, қоян қолтық еңбек етті. Тың игеруді достық планетасы деп тегін айтпаса керек. Адамдар тыңды игерді. Үй салды, өмір сүрді, білім алды. Тың адамшылық қасиеттерді шыңдады. Я очень хорошо помню первую борозду в Ярославском совхозе. Я просто там была в это время, да? Ярославль совхозындағы жерге алғаш түрен түскен күн әлі менің есімде. Қандай мереке болды десеңші. Бірінші жыртылған жерді көргенде адамдар қуанышқа бөленді. Түренді алғаш салған механизатор Слонов, Васильев, Кузьминдер еді. 1956 жылы астық түсімі мол болды. Бұл қуаныш емес, қайғылы оқиға болды. Элеватор жоқ, не механикалық тоқ жоқ. Бар астық жерде үйіліп жатты. Оны жыл бойы орталыққа тасыды. Қарабұтақ бар жолын өмір жолы деп атап кетті. Сол жылдары қар тың қалың түсті. Аяз қатты болды. Бет қаратпас боран соқты. Машинаға дәнді жерден күрекпен, қолмен тиеді. Ешқандай механизация жоқ. Олар осы жолмен дамбарға барып, астықты тапсыратын. Жолды биіктігі 3 метр қар басып тастайды. Толасы жауған қардан оны аршып үлгер алмайды. 20 шақырым сайын адамдар жолда шай ішіп, бой жылытып алу үшін вагондар қойылған. Қажет болса сол жерге қона кетеді. Жанармай құйып алады. Жол тазалайтын машиналар барлық уақытта сонда болады. Сөйтіп, қыс ішінде астықты біраз шығынмен тасып бітірді. Люди могли обогреться, попить чаю, может быть, переночевать, мало ли что, заправиться горючим. Угольники все время ходили, чистили эту трассу. Я вот сейчас с возрастом думаю. Қазірге ұлғайған жасымда мен мұндайға шыдай алмас едім деп ойлаймын. Ол кезде ерекше құлшыныс бар еді. Сол кездегі жалынды жастардың жұмысқа деген ынта жігері, отан сүйгіштігі, соғыс кезіндегі халықтың патриотизмінен бірде кем болған жоқ. Патриотизм в Великую Отечественную войну. Мыңдаған адамдарды қарсы алып, баспана тауып беру, олардың өмір сүру мен жұмыс істеуіне жағдай туғызу керек еді. Барлық міндет облыстық штаб мамандарының мойнына жүктелді. Тың игеруге қатысты барлық ауыртпалық обком хатшысы Петр Степанович Муратовтың, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Александр Петрович Петровтың, совхоздар тресінің бастығы Владимир Николаевич Никитиннің, облыстың бас агрономы, соғыста бір аяғынан айырылған майдангер Михаил Николаевич Ивановтардың иығына түсті. Бұл адамдар күні-түні егіс басынан табылды. Үкімет пен партияның тапсырмасын орындау үшін тыным көрмеді. Әсіресе Ырғыз, Қарабұтақ партия комитеттерінің хатшылары Ыдырыс Ермағанбетов пен социалистік еңбек ері Нұрқасым Бердіғұловтарға оңай соқпады. Олар жұмыс істеген аудандардың 400 мың гектар жеріне егін салынуы тиіс болатын. Тың игерудегі өте ауыр және күрделі жұмысқа жергілікті халықтың көмегі шексіз болды.
тыңға келгендерді қазақ халқына тән кең пейілмен, қонақ жайлылықпен қарсы алып, нанмен де, ошақ жылуымен де бөлісті. И я должна сказать доброе слово о коренных жителях области. Мен облыстың жергілікті халқының атына жылы сөз айтуға тиіспін. Олар тыңгерлерді құшақ жая қарсы алды. Үйлеріне паналатты. Ас суын берді. Қолдарынан келген көмегін аямады. Ал қазақтың жастары техниканы жылдан меңгеріп алды. Комбайншы, тракторшы мамандықтарын ерінбей оқып алды. Тың игеру кезінде оқуға уақыт тапқандарын мені таң қалдырды. Әр қайсының шағын кітапханасын көргенде қуанатын едік. Вот как-то это было принято. Ырғыз, Қарабұтақ аудандарының бос жатқан жерлерінде 5 совхоз құрылды. Северный мен Псковский ең ірі астықты совхоз болып саналды. Облысқа техника толассыз лек-легімен келіп жатты. Аз уақыт ішінде автопарктегі трактор саны 2500-ге, өздігінен жүретін комбайн 80-ге, жүк машинасы 260-ға көбейсе, кейінгі жылдарда қуатты К-700 тракторы 1100-ге жетті. Бұған қоса тағы бір мәселе туындады. Тыңгерлердің бәрі бірдей ауыл шаруашылығынан хабардар емес еді. Оларды механизатор, жүргізуші, комбайншы, тракторшы мамандығына оқыту керек болды. Ауыл жұмыстарына даярлайтын кәсіби техникалық училищелер ашылды. Қазақ жастары да жаңа мамандықтарды меңгеруге белсене кірісті. 1956 жылы облыс астықтан бұрын соңды болмаған мол өнім алды. Озат тыңгерлер қатарында кейін социалистік еңбегері атағына ие болған Қызылжар комбайншысы Байтұрлы Алдияров пен Новоресей ауданы Киров атындағы колхоздың механизаторы Нұрлан Алдакешев бар еді. Бидай қандай әдемі болып өседі. Нан дүкенде дайын болып сатады деп ойлайтынмын. Олай емес балам. Бидай ұнынан пісірілген нанда жүздеген адамның еңбегі бар. Бидай өсіруге көп еңбек керек. Аштықты ұмытуға болмайды. Ал жерді аялау керек. Әке, мен енді ешқашан нанды лақтырмаймын. И в Северном совхозе директором с самого начала и лет 20 с лишним был Деркач Федор Петрович. Северный совхозында 20 жыл директор болған Федор Петрович Деркач талай іс тындырды. Комсомол ауданында совхоздардың директорлары еліміздің түкпір-түкпірінен келгендер еді. Парков одақтық ауыл шаруашылығы министрлігінен, Ярославлдағы Тагиев бір ірі зауыттан, Псков совхозындағы Ткаченко бәрі тыңға келгендер еді. Олар еш қайда кеткен жоқ. Өмірлерінің соңына дейін осында жұмыс істеді. И они не убежали с этой целины. Они работали, до конца работали на этой целине. И вот есть, знаете, такая поговорка у людей. Вот ты где родился, там и пригодился. В Мартукском районе 2 брата работало. Мәртөк ауданында ағайынды Калиулиндер жұмыс істеді. Калиулин Ибрагимнің 7 класстық қана білімі бар еді. Дзержинский совхозында тыңда еңбек етті. Ол өте талантты, ақылды адам еді. Кейін сол совхоздың директоры болды. Оның ағасы Камиль көрші Междуреченский совхозында болды. У нас 2 секретаря обкома были местные, которые родились... Облыстық партия комитетінің хатшысы жергілікті адамдар болды. Ойылдық, Нокин кеңес көп жыл әртүрлі қызметтер атқарды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында бірге жұмыс жасадық. Алға ауданы Красниколос колхозынан шыққан Михаил Прокофьевич Сличенко оқытушы болатын. Кейін облыстық партия комитетінің идеология жөніндегі хатшысы болды. Федор Евгеньевич Чемоданов туралы айтып кетейін. Ол Мәртөк ауданында туған. Өмір бойы Қобдада. Шамалы уақыт Қарабұтақта қызмет жасады. Комсомол ау парткомының бірінші хатшысы болды. Ол кезде Ленин орденін алды. Орден Ленина он получил в Комсомольском районе. Талай жүздеген халық патриоттары ортақ іске өлшеусіз үлес қосты.
Олардың ішінде қарапайым колхозшыдан Қарабұтақ және Мәртөк аудандық партия комитеттерінің бірінші хатшысына дейінгі жолдан өткен Алексей Трофимович Маркевич, механизатор, комсомол ауыл парткомының бірінші хатшысы, социалистік еңбек ері Петр Терентьевич Олешко, Алға ауданы Красный Колос колхозының төрағасы, социалистік еңбек ері Гавриил Федорович Федорченко, Киров облысынан келген алғашқы тың игеруші, социалистік еңбек ері атағын алған Северный совхозының комбайншысы Михаил Васильевич Щелк болды. В общем, Целина, конечно, это и героизм, всякое там было на Целине. Әрине, тың игеруді ерлікке бала орынды. Бірақ сол кезде не болмады десеңізші. Тыңды игердік. Бірақ осыншалықты ірі көлемде игерудің қажеті жоқ еді. Комсомол ауданында топырағы құнарлы 345 мың гектар жыртылған жер бар еді. Алайда алғашқы егіс алқаптары топырағының жақсаруы себепті 406 мың гектардан астам жерге дән себілді. Мұны сөзбен айтудың өзі қорқынышты. Мұншама жерді игеру, мұншама астықты қамбаға сыйғызу, қолдан келместі істеу мүмкін емес еді. Бірақ солай болды. Это, конечно, страшно передать. Это просто невозможное поднять, невозможное обнять, невозможное совершить. Это было так. Но это вот все сила находилась именно в команде Василия Андреевича Левенцова. Это его был главный конек, чтобы... Василий Андреевич Левенцовтың командасы осыған төтеп берді. Бұл оның қолынан келетін іс еді. Ақтөбе облысында 400 мың гектар егістік бар болатын. Тың игеруге келген жастар қандай еді? Қайғыру дегенді білмеді. Жылап еңіреген жоқ. Дүлей борандарға шыдас берді. Жақсылықтан үміт үзбеді. Сауыншылар, қой шаруашылығындағы сақпаншы қыздар неткен керемет жандар еді. Демалыс дегенді білмеді. Сенбі, жексенбілерде де тыным тапқан жоқ. Тыңдағы астықты жинап алуға біздің аудан түгіл облыстың шамасы жетпеді. Сондықтан астықты мемлекеттік қабылдау пунктіне тасып жеткізу үшін жыл сайын біздерге тіпті генералдардың өзі, кейде полковниктер басқарған үлкен бөлімдер көмекке келетін еді. На вывоз зерна из-под комбайнов и на доставку этого зерна на государственный хлебоприемный пункт. 5 жыл ішінде 1954-58 жылдар аралығында облыста 1.630.000 гектар, ал бір жылда қосымша тағы да 232.000 гектар тыңайған жер игерілді. Барлығы 1.862.000 гектар жер көтерілді. Целина – это целая эпоха. Тыңды облыстың ғана емес, Қазақстанның дамуының бүтін бір дәуірі деуге болады. Тың болмағанда астық дайындаудан республика бойынша 1-ші орында, дәнді дақылдар өндіруден 6-ші орында тұрмас еді. Тың игерудің шырқау шегіне жеткен кезі 1966 жыл болды. Облыс мол астық алып, мемлекетке 50 миллион пұт астық тапсырды. Осы бір еңбектегі ерлігі үшін облысымыз Советтер одағының жоғарғы марапаты Ленин орденіне ие болды. Все это плоды мудрого руководства родной партии, великой силы ленинской дружбы народов. Актюбинская область стала орденоносной. Высшую награду Родины орден Ленина вручил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев.
пути, и все судьбы сплетаются вместе. Мой город на белом холме, как приволено, здесь так дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой в судьбе, что оставлю тебе, а к тебе, а к тебе. Мы с тобой жить старались достойно, шли навстречу целым ветрам. Кто взлетел прямо к звездным мирам, кто уснул под военной звездою. Мой город на белом холме, здесь так гордо, вольно дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой в судьбе, что оставим тебе, а к тебе, а к тебе. Пройдет, только ты будешь молод, расцветет новых судеб заря. Лишь скажи, что мы жили не зря, и о нас тоже вспомнит наш город. Мой город на белом холме, как приволено, здесь так дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой в судьбе, что оставим тебе, а к тебе, а к тебе, а к тебе, а к тебе.